Қайырлы күн, тілші подкаст көрермені, тыңдарманы. Бүгін кезекті эпизодымыз. Бізде қонақта Мейрамбек Камалов. Мейрамбек осы Ақтөбе облысының тумасы, өзіміздің әріптес, журналистикада болған ғой, әріптес, досымыз. Осы Ақтөбе өңіріндегі бір қоғамдағы мәселелерге бейжай қарамайтын азаматтардың бірі. Осы 20 шақты жылдан бері таныспыз. 20 жылдан бері өңірдегі мәселелерді көтеріп келе жатыр, көп жайттарға араласты, мәселелерді шешті, шешімін тапқызды. Қазір қалай, өкінішке қарай, әлде Астана қаласына көшіп кетті, қоныс аударды бір себептермен. Астанадан бастасақ. Астанаға қашан кеттің, не үшін кеттің, қазір ол жақта не тірлік, сол партиядағы жұмыстар ма, әлде басқа да қоғамдық жұмыстар? Қайырлы күн, Асеке. Біріншіден тілші подкаст студиясына шақырып жатсыз, үлкен алғыс айтамыз. Сіздердің осындай жалпы тілші жобасының бірнеше жобалары бар. Сізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Енді бірінші сұрақтарыңызға келсек, мен былтыр қыркүйек айында отбасыммен, бала-шағаммен барлығымыз Астана қаласына қоныс аудардық. Қазір сол қалада тұрып жатырмыз. Астанаға кеткенмен жүрегіміз Ақтөбе деп тұрады. Әр уақытта Ақтөбенің жаңалығын оқып тұрамыз. Ақтөбе десе елеңдеп тұрамыз. Онымен қатар қоғамдық ұйымдар жасағаннан кейін біршама жобаларымыз бар, Ақтөбеде атқарып жатқан істеріміз бар. Астанада болғанмен Ақтөбе мен Астананың ортасында жүрміз қазір. Екі қалада. Өкінішке қарай дегенім, Ақтөбе сондай бір белсенді азаматынан айырылып қалды, Астанаға кетіп қалды деп сондай оймен айтқан ғой, көңілге алған. Не тірлік қазір? Айтпадың ғой. Қазір енді өзімнің ұсақ-түйек жобаларым бар, сол тірліктермен жүріп жатырмын. Оның ішінде Ақтөбеде де жобаларым бар. Үкіметтік емес ұйымдардағы жұмыстар. Құпия болмаса, не жобалар, қандай жұмыстар? Қазір енді өзіңіз білесіз, Арда деген қоғамдық бірлестігі бар. Сол қоғамдық бірлестігі өткен жылдары біздер Батыс Қазақстан облыстары ішінде жоба ұсынғанбыз Еуропалық комиссияға. Сол жобаны ұттық. Біздің Арда деген қоғамдық бірлестігі әріптес болып танылады, яғни серіктестік ретінде жобаны алып отырған Эко Маңғыстау деген ақтаулық ұйым бар. Басшысы Кирилл Осин. Сол Кириллмен бірге Варшавада ұйымдар бар. Барлығымыз бірігіп осы жобаны атқаруды бастап жатырмыз. Тақырыбы батыс өңіріндегі азаматтық қоғамды біріктіру, күшейту жобасы. Азаматтық қоғамды біріктіру, күшейту. Сол бойынша осы жобаның барысында азаматтық қоғам ұйымдарына, бірлестіктерге өзінің беретін гранттары бар. Яғни бұл жерде тек қана грант беруден бұрын сол гранттарды жазу, маңызды жобалар бар, сол жобаларды анықтау, олар бойынша тапсырыс беру деген сияқты сол мәселелер бойынша тренингтер өтеді, үлкен жұмыстар атқарылады. Осы жерде айта кетейін, Эко Маңғыстау ұйымымен Арда бірлестігі кеше Ақтөбеде кездесу өткізді. Үкіметтік емес ұйым өкілдерімен офлайн тренингтер енді басталады. Мен түсінгенім, Ақтөбенің жаңа азаматтық қоғам өкілдеріне құлағдар етіп отырамын. Енді ары қарай кеттік. Азаматтық қоғамнан бастадық әңгімені. Жалпы өңірдегі азаматтық қоғамның беталысы қалай деп ойлайсың? Өткен 20 жылдай осы салада жүрдің ғой. Қазір сырттан қараған кезде Ақтөбеде азаматтық қоғам қай бағытта дамып келе жатыр, немесе керісінше құлдилап кетті ма? Енді бұл мәселеге мен өзім пікірім бар, бірақ сен ойыңды білгім келеді. Жалпы біздер мына өмірде барлығы да дамиды. Қандай сала болса да, сол саладан сол көшпен бірге жүру керек. Енді азаматтық қоғамда ол дамыса да, дамымаса да, оны дамытқысы келмесе де, ол дамиды. Өйткені біздер еліміз Қазақстан, Ақтөбе болсын, барлығымызда енді үлкен кеңістікте интернет бар, бұқаралық ақпарат кеңістігі тамаша дамыған, сондықтан ол дамытпаса да, дамытса да, ол дамиды. Бірақ ол қай салаға, қай жағынан дамиды, оның енді сапалық, сандық мөлшерлері бұл екінші мәселе болады. Сондықтан енді азаматтық қоғам қазір енді
заман талабы дамып жатыр деп ойлаймын. Енді бұрынғы кездермен салыстырған уақытта қазір деңгей өзгерді. Әрине есімізде бұрын қоғамдық ұйымды жаңа бастап жүргендерімізде 2003 жылдары, 2004 жылдары Смеда деген азаматтық қоғам ұйымдарын жаңағыдай қолдайтын агенттік болды Ақтөбеде. Оның басшысы өте білікті маман, Абай Исламұлы Мөркен деген азамат жігіт. Есімізде біз үкіметтік емес ұйымда, жастар ұйымында жүрдім ол уақытта. Сол уақытта сол агенттікке барып отырамыз. Өзіміздің үйде компьютерімізде жоқ, сол жерден хаттарымыз жазамыз, интернетті пайдаланамыз. Интернет қазіргідей Wi-Fi жоқ. Бір стационарный компьютер бар, сол компьютерге жазып отыратынбыз. Сосын Абай Исламович, интернет қосып жібересіз ба деп. Сондықтан өзіміз құжаттарымызда 3-5 мегабайт деген диск болды, қара, есіңізде шығар. Соған жазып алып келеміз, соны ана жерден реттейміз, одан жібереміз. Сонымен өте баяу интернет болды. Сөйтіп жүргенбіз басында. Қазір керемет бүкіл мүмкіншілік бар. Анда жалпы білім алам дегенге барлық жағдайда жасалған. Неше түрлі платформалар бар, ютубтары бар, неше түрлі әлеуметтік желілер бар деген сияқты. Біз қоғамдық ұйым құратын уақыттарда ондайлар болған жоқ, қиындау болды. Дегенмен енді мен жасы келген азаматтар айтып отырады, біздің кезімізде деп, бізде сондай жасқа келіп қалған шығармыз. Бірақ мойындау керек, сол кездері Ақтөбеде жақсы шаралар өтіп тұрды. Ауқымды, көзге көрінетін, қоғамға шынымен пайдасы бар, жақсы жобалар болды. Қазір қайда солар? Қазір мен білетін жобалар, қазір қай үкіметтік емес ұйым өкілімен сөйлесіп қалсаң, тендер әңгімесі, госзакуп, госзаказ, анау жеп қойды, анау алып қойды, анау процентін алды, анау өтірік отчет берді, сол әңгіме. Оны мен де айтамын, басқа да айтады. Неге сол кездегідей таза бір салыстырмалы түрде шынайы азаматтық қоғам қазір жоқ? Менің есімде бұрында деп айтамыз, 2003-2004 жылдары 20 жыл. Мен онда жастар ұйымының филиалын басқарғанмын. Сонда біз мына Патсаев көшесінде офисіміз болды. 15 квадрат офис болды. Соның ішінде 8-9 адам отырып жоспар жасайтынбыз. Аптасына 2-3 рет кездесеміз, жоспар құрамыз, жоспар жасаймыз. Қызу болып жататын барлығы да. Қазір ондай емес. Жастардың бойынан осындай азаматтық белсенділіктерді байқай қоймаймыз. Бұрын жүрдік, үйрендік, тегін жүрдік, волонтер болдық деген сияқты. Қазір жастарға олай айтсаң, ақша төлене ме, қолдау бола ма деген сияқты. Кез келген салада сондай. Енді ол бүкіл салада сондай. Бірақ енді аға буын өкілдеріміз жастарға жас кезінде біздер ешкімнен ақша талап еткен жоқпыз, сұраған жоқпыз. Өзіміз жүгірдік, өзіміз үйрендік. Қазіргі жастарда ондай жоқ. Мүмкін ол дұрыс та шығар, мүмкін дұрыс емес те шығар. Азаматтық қоғам жалпы жастармен бастағанның өзінде де көптеген енді мәселелер бар ғой. Дегенмен мүмкіншілік көп оларға. Сосын мына азаматтық қоғамда көбісі біздер мына қоғамдық ұйым құрған уақытта қоғамдық ұйымның мақсаты белгілі бір мақсатқа жету үшін адамдардың бірігуі. Сол мақсатқа жеткеннен кейін негізі қоғамдық ұйымда жабылу керек. Мына мақсатқа жеттік, жабыламыз деп. Қазір бізде қоғамдық ұйымды құрамыз, бір мақсат қоямыз да, оның ішіне, оның міндеттеріне бірнеше 20-30 міндет қойып қоямыз. Бір мақсат па, бірнеше мақсат па? Ол мақсат деп. Қазіргі уставтарда мен байқауымша барлық жұмыс істеп береміз дейді. Мал шаруашылығында араласамыз дейді, журналистикаға да, медицина, мүмкіндігі шектеулі жандардың мәселесіне араласамыз деп. Сондай бір әмбебап үкіметтік емес ұйымдар қаптап кетті. Уставтар бәрі сондай әмбебап болып кетті да. Дұрыс па сен ойыңша? Азаматтық қазір қоғамдық бірлестіктер енді белгілі бір бағытта құрылғанмен де, оның ішінде нағыз сол бағытқа беріле жұмыс жасайтындар санап аларлық. Өйткені көбісі бір немен мақсатпен құрылғанмен де барлығына қатыса береді. Яғни барлық саланы қамтиды. Бұл жерде бір мақсатқа жетуге қарағанда оны бір табыс көзі ретінде қарайтындар бар сияқты осы кезде. Үкіметтік емес ұйым болғаннан кейін менің түсінігімде соңғы жылдары сондай бір ой пайда болды. Тек үкіметтен лот ала бермеу керек, халықаралық ұйымдармен де шектелмеу керек.
бизнес көздерімен де жұмыс істеу керек. Жалпы осы Айгүл Соловьеваның Қазақстандағы белгілі азаматтық қоғам өкілі, кім тағы, Бану, сол кісілердің айтуынша үкіметтік емес ұйым, азаматтық қоғам төрт тағандап тұру үшін тек билікке жалтақтай бермеу керек деген ой айтты да. Бизнесті де көріп, басқа жағында барлық жақтан қаражат көзін тауып, жұмысын еркін жүргізу керек деген ой айтты. Енді үкіметтік емес ұйымдарға қатысты осы жерде соңғы сауалым. Үкіметтік емес ұйымдар оған дайын ба бізде? Бизнес түсіне ма азаматтық қоғамды, оған көмектесуге дайын ба? Жалпы ондай бір біз белгілер бар ма қоғамда? Үкіметтік емес ұйымдар оған барлығы дерлік дайын деп айта алмаймыз. Өйткені барлығы да қаржы қиындығы бар, біріншіден. Екіншіден, мына жалпы бизнес өкілдеріне түсінігі, бұл жөнінде түсінігі таяздау. Одан кейін жаңағыдай нақты бір мақсатқа жетіп, кәсіби айналысатын үкіметтік емес ұйымдарды сандары аз. Көбісі, яғни үкіметтік емес ұйымдардың көбісі, яғни табыс көзіне айналдырған, яғни жалақысы бар, жүріп тұруы бар деген сияқты сонымен бір жұмыстың реті ретінде көреді. Сондықтан қазіргі таңда үкіметтік емес ұйымдары, яғни бір мақсатқа жету үшін, яғни ол адамдар болу керек, одан сонымен қоса, яғни қаржы таба білу керек. Өкінішке көптеген үкімет емес ұйымдар қаржы жағынан ақсап тұр. Сонымен қатар, яғни үкімет тарапынан да үкіметтік емес ұйымдарға қолдау көрсеткен бизнес өкілдеріне көрсетілетін жеңілдіктерде ол не емес, көп емес. Егер де мүмкін сол тетіктер ойластырылған болса, болатын еді. Яғни, мысалға, 2015 жылы Америка Құрама Штаттарында болып келдім. Америка Құрама Штаттарының елшілігінің жобасы бойынша, яғни мемлекет департаментінің бағдарламасы шеңберінде болдық. Сонда кейбір қоғамдық ұйымдарға барған уақытта мемлекеттің белгілі бір функцияларын атқарады екен олар. Яғни мемлекет кейбір функцияларын үкіметтік емес ұйымдарға берген. Яғни әлеуметтік жағынан, яғни соларды үкіметтік емес ұйымдар өте әдемі, өте жақсы орындап отыр. Мысалға, яғни олар тиісінше, яғни мемлекеттен өздерінің қолдауында алып отыр. Менің түсінігімде бізде азаматтық қоғам тырнақшада сенбілікке адам шығу керек деген кезде есеп береді. Біз осынша ұйымнан мынанша адам сенбілікке шықтық, немесе ешкім бармайтын концерттер болады, жиналыстар. Зал толтыруға 50 адам, мысал ретінде айтып отырмын да, жауынгерлер бірлестігінен 30 адам, мүмкіндігі шектеулілерден 15 адам келіп отыр деген сияқты бір биліктің сондай жұмыстарын істеп беретін сияқты. Андай бір деңгейде бір-бірімен жаңағы тең сөйлесіп, мәселені бірге шешетіндей әзірге мен Ақтөбеден жалпы Қазақстаннан да ондай көп байқамаймын. Енді Америка туралы айтып қалдым. Халықаралық ұйымдармен жұмыс істейсің, халықаралық донорлармен жұмыс істейсің, өткенде тізім шықты, әріптесім бар, Айнел Әмірхан деген, шетел агенті деген сөзді қолданбаңдар дейді. Енді мен бұл жерде тырнақша деп ескертейін де қолдана берейін. Шетел агенттер тізімінде барсың ба? Осы сұраққа жауап берместен бұрын алдыңғы неге қосымша жауап бергім келіп отыр. Мысалға, жаңа айттыңыз да, неше түрлі тізімдер бар. Жаңағыдай субботник болсын, ана жерге үкіметтік емес ұйымдар деген сияқты. Разнарядка. Мына жалпы азаматтық қоғамда, яғни жалпы Қазақстанда бір мәселені егер қоғамдық бірлестікте, егер де адамның өзінің жеке басының мүддесі болса, яғни бір үй суға кетіп жатырсын, тағы да бір негізгі мына бір салынбай қалған үйлер болсын, тағы да бір ауыл болсын, сондай біздің ел азаматтарына өзіне мәселе қай уақытта келеді, сол уақытта ғана олар қоғамдық мүдделерді қорғау үшін біргеді. Мысалға, тек қана өздеріне қажет уақытта. Ал егер бір қоғамдық ұйым құрды, яғни осының үстіне ақпараттық бағыт болсын, ол жерге олар тек қол тиген уақытта өздерінің сол бос уақыттарын ғана жұмсай алады. Тек қана сол уақыттарда. Өйткені қазір енді азаматтар білесіз, мына нарық заманына байланысты көбісі жұмыста болады, отбасын ошақ қасынан алыстай алмайды. Сондықтан оларға тек қана өзінің мәселесіне, өзіне тақап келгенде ғана сол уақытта олар қоғамдық мүддені қорғауға шығады. Былайынша біздің еліміздің азаматтары ондай мүддеге
көп қосыла алмайды. жоқ, бұл жерде айтпағым, билік пен азаматтық қоғамның қарым қатынасы жаңағы мәжбүрлеу, күштеу, зал толтыру дегеннен аспай тұр да. Енді бұл Менің жерде, байқауымша. бұл жерде енді биліктің ол өзінің көзқарасы, яғни сол Ол жаңағы жаңағы мұғалімдер сияқты қарайды, дәрігер сияқты, иә, бюджет қоғам- қызметкерлер иә, сияқты. қоғамдық Біздің армия барындар, шығындар, зал толтырыңдар деген иә, сияқты команда қоғамдық бар. ұйымдарға енді мүмкін олар енді мемлекет тарапынан енді қаржыландыру алып отырғаннан кейін бір сондай тәуелді болуы мүмкін. Иә. Бірақ қоғамдық ұйымдар олардың өзінің еріктері. Барса бару керек, бармаса енді олар өз Қоғам, еріктерінде. азаматтық қоғамның әлсіздігі. Иә. Жаңа сұрақ қойдыңыз. Енді Тізімге қатысты. шетелдік тізімдер, біздің ұйым ол тізімде жоқ. Біз енді ондай тұрақты түрде қаржыландыру алып жүрген ұйым емеспіз. Бір енді қаржыландырулар алдық. Бірақ ол тізімге біз енген жоқпыз. Жалпы сол тізімдегі азаматтарға біразын танисың ғой, біразымен араласасың, бәлкім оларды сыйлайсың, құрметтейсің деп ойлаймын, құрметтейсің деп сенемін, өйткені ол жерде менің түсінігімде жақсы азаматтар отыр, бірақ тізімге түсіп қалған. Сенің ойың, сен қалай қарайсың ол азаматтарға? Қол алыспаймын, жаңағы сөйлеспеймін деген ой болған жоқ па? Жоқ, ондай ой болған жоқ, ондай болмайды да. Ол тізімнің біреуінде өзің де отырсың. Мен қалай түсіп қалғанын білмеймін. Жалпы мен ойлаймын, кішкене ол асыра сілтеушілік деп, өйткені барлық берілетін қаржылардың барлығы да мемлекеттің барлық қадағалауында, белгілі бір келісімдер бойынша барлығы да беріледі. Ол мысалы басқа шетелдік ұйымдардан қаржы алғанның өзінде де оның конкурсы болады, оған бірнеше адам қатысады, оның конкурстық комиссиясы болады, одан кейін өзінің есептілігі болады. Көптеген халықаралық ұйымдар мысалға қаржы алу үшін аудиторлық есепті талап етеді. Барлығы да мысалға барлығы да ол заңмен қарастырылған барлығы да. Сондықтан бұл кішкене асыра сілтеушілік деп ойлаймын. Енді мүмкін енді мемлекет басқаша нәрселер көздеп отырған шығар, ол жағын білмедім енді. Саясат дейсің ғой. Енді мен ол тізімде не үшін ойланамын ғой, неге түсіп қалдым ол шетел агенті деген тізімге деген кезде. Мен азды көпті бір шағын гранттар аламын. Шағын гранттар, семинар, тренингтер өткіземіз, баспасөз қызметкерлерімен жұмыс істейміз, үйретеміз, бізбен қалай жұмыс істеу керек, біз олармен қалай жұмыс істеуіміз керек деген сияқты. Билікпен, азаматтық қоғаммен, ақпарат құралдарымен байланыс орнату жолдары. Енді мен өзім мақтағаным емес, біз өткізген шаралар сұраныс жоғары. Көп адам келеді, тіпті саннан асып кетеді кейбір кезде. 20-25 адам деп қоямыз ғой лимит. 30-40-50 адамға дейін тіркеледі. Біз соңғы жағында енді мәдени түрде жаңағы кешірім сұрап, келтірмеуге тырысамыз. Өйткені бізде де шайы бар, суы бар, тарататын блокнот, ручкасы бар деген сияқты технический заттар болады. Енді бұл жерде айтпағым, көп жерде айтып жүрмін, оны әкімдіктің сайт, мемлекеттік тапсырыс сайтында, мемлекеттік сатып алу сайтында, Госсакупте 7 миллион, 8 миллион Ақтөбенің журналистерін үйретуге, тренингке ақша қарастырылған. Шын мәнінде ондай ақша бөлінбейді. Бұл жерде мен батыл түрде айта аламын, өйткені біз арасында жүрміз, көріп жүрміз, кімдер өткізіп жатыр, қалай өткізіп жатыр, кімдерге өткізіп жатыр деген барлығын білеміз. Мен оны талай пост қылып та жазып жүрдім. Неге сондай үлкен қаражатты журналистерге тиесілі ма, соларға жұмсамасқа? Соны маған бер деп жатқаным жоқ, жалпы журналистика саласына. Неге үкіметтік емес ұйымдар дамыту керек дейді, қолдау керек дейді, соларға тиынына дейін жұмсамасқа? Бізде өкінішке қарай 7-8 миллион деп айтып отырмын ғой, 500 мың қалады, қалған ақша есебі жоқ. Оны ішкі саясат басшыларына да айттым, мен облыс әкімі Асхат Шақаровқа да айттым. 90% ақша жоқ, қалған 10%-пен для отчета өткізіп береді бірдеңе. Халықаралық ұйымдарда әлдеқайда аз ақша бөлінеді, бірақ көзге көрінетін жұмыстар жүреді, пайдасы, нәтижесі бар. Сол кезде бір теңдік байқалмайды да. Сол тұрғыдан ғой жаңа мен ойлаймын, сондай оймен тізімге түсіп қалдым, бірақ мен өкінбеймін. Қайта ол жерде жақсы азаматтармен бір тізімдемін, қуанамын, олармен сыйлаймын оларды. Енді Маке, осыдан біз қай уақытта таныстық? 21-лерде, иә? 2001-де ғой, 2001-де таныстық, иә? Сол кезде сен жасыл пальтоңды киіп алып, қолында портфелін ұстап, радиоға барасың, Ақтөбе радиосына. А4 қағазға армысыз, радио тыңдарман, ақпараттар қызметі деп. Сосын телевидениеде жүрдім, шамалы уақыт газетке жаздым,
иә, бір ақпараттар жазып жүрдім. Алматының бір газетіне кеттің журналистикадан. Кеткенмен сен әлі осы ортада жүрсің. Жаңалықпен араласасың, Нұрболат Туыспаймен, кім бар қыздар жігіттерден? Жалпы барлық журналистермен араласасың ғой. Неге сен осы салада кеткенмен фактически қалып қойдың? Енді менің институтты бітірмей жатып, осы журналистика саласынан сол саланың қыздарымен, жігіттермен араласып қалдым. Дегенмен де бәрібір не болса соларға қайта айналып келіп жүрмін. Өйткені журналистика мен қоғамдық ұйымдардың бір саласы, бағыттары бір. Бұл енді биліктің бір тармақтарының бірі ғой. Яғни қоғамдық ұйымдар мемлекетке бір тіреуші ретінде болатын болса, бұқаралық ақпарат құралдары оларда биліктің бір тармағы деп есептелу керек. Төртінші билік бағытымыз да бір. Сондықтан айтамыз ғой, енді қай жаққа қалай кетсек те, осы журналистер арасында жолдастығым еш уақытта үзілген жоқ. Барлығымыз жақсы қарым-қатынастамыз. Осы уақытқа дейін араласып тұрамыз, ақылдасамыз, сөйлесеміз деген сияқты. Олар енді журналист болғанымен өмірдегі болып жатқан көптеген өзгерістерге өзінің көзқарастары бар, алып қосары бар деген сияқты. Мен олармен кездесем, ақылдасамыз, сөйлесеміз деген сияқты. Сондықтан ойлаймын, енді бұл менің енді жолдастарым. Өмірде орны бар, қыз жігіттер. Енді бұл сұрақты не үшін қойдым? Сен азаматтық қоғам бағытында жұмыс істедің, кейін саяси партияда осы филиалды басқардың, ұзақ жылдар бойы. Сол кезде партияларда азаматтық қоғам өкілі жатады, менің түсінігімде. Өз ойыңды, өз миссияңды ақпарат құралдары арқылы жеткізе білдің, енді Google-да ашсақ та, Мейрамбек Камалов деп терсек, барлық журналист сенің сөзін жерге тастамайды, жеткізіп береді керек жеріне. Сондай болды. Енді айналып манағы азаматтық қоғамға келейік, Ақтөбен. Қазір азаматтық қоғам мен бақтың арасында, медианың арасында байланыс қалай сенің ойыңша? Бізде инфо саласы ақпарат құралдарында көріне бермейді. Мен енді кәсіби көзбен қараған кезде. Енді өйткені инфо саласының өзі тұрақты емес. Үкіметтік емес ұйымдардың өздері тұрақты емес. Тұрақты тек бірең саран ғана қоғамдық ұйымдар тұрақты жүргізіп жатыр. Өздерінің олардың медиа жоспарлары бар, сол жоспарлардың жұмыстарын жүргізеді. Сондықтан болар мәселе. Мысалға, мен бірінші жастар ақпарат қызметіне мына филиалына кіргенде әуелі үйлестіруші болып кірдім. Сол жерде жалпы олардың беретін баспасөз мәслихаттар болды. Мен соларды жүргізіп жүрдім. Яғни журналистиканың арқасында мен сол жерге кірдім. Сол мәселелер мен ұйымдастырып беріп жүрдім. Содан кейін бар филиал директоры болдым. Сондықтан қазіргі таңда енді тұрақты емес ұйым болғаннан кейін онда ол бір басшы болады. Ол қоғамдық ұйымдарда тұрақты қаржыландыру жоқ, одан кейін жүре бермейді одан кейін басқа салаға ауысып кетеді деген сияқты. Белгілі мақсатқа, мүддеге жеткеннен кейін өзінің бір жобалары болады, соны іске асырады деген сияқты әрбір қоғамдық ұйым. Ақтөбеде де ондай ілі барлық санаулы ғана қоғамдық ұйымдар ондай жалпы жүргізіп келе жатырған. Осы жақсы жұмыс істейтіндер қайткенде жолын табады, жолын табады, аудиториясына жеткізеді. Олардың өз бағыттары бар, өздерімен андай медиа жоспарлары бар. Қазір енді бұрынғы кезде біз қоғамдық ұйым кезінде біз баспасөз мәслихатын өткізу үшін бүкіл телеарналарға, журналистерге мысалы жазамыз, шақырамыз, сұраймыз, сөйтіп жүретінбіз. Қазіргі таңда байқаймын, әркім өзімен өзі өткізіп, әлеуметтік желіге таратып жібереді. Содан кейін барлығы содан алып, өздері репосттарын беріп, өздері ақпараттарын беріп, жіберіп жатады. Сол керемет болды. Бұрында бір үлкен бағдарламалардың бірі қоғамдық телевидение қажет деп айтатын едік, оның қазір керек емес болып қалды негізінде. Әлеуметтік желі біраз жеңілдетіп жіберді. Енді кейін сен жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының Ақтөбе облысы филиалын басқардың, Ол кезде ақпарат құралдарына шығуың жиілеп кетті. Жиілеп емес, сиреп кетті, азайып кетті. Бұл жерде не себеп болды деп ойлайсың? Әлде партияны араластырғысы келмеді ма журналистер? Жалпы бұл жалпы социал-демократиялық партиясы бұл оппозициялық партия, тіркелген, бірақ сол кезде де парламентте болған жоқ. Сол кездің өзінде бізге
белгілі бір шараны ұйымдастырудың өзі қиынға соғатын, жасыратын ешнәрсе жоқ. Бір жерде мысалға баспасөз мәслихатын болсын, дөңгелек стол өткізу үшін біздер енді бір орын болмаса екінші орынды запасқа дайындап қоятынбыз. Өйткені кейде сол болатын жеріміз әркім бір-біріне қорқады ғой, оппозициялық партия дегеннен кейін бар. Атмен бере қояды, кейде 1 сағат қалғанда, кейде 2 сағат қалғанда ондайлар болып жүрді біздерде. Билік органдары кедергі болады, Енді кімнің деп айта алмаймын, билік органдар деп те айта алмаймын. Басқа кімге керек ол партия? Кімге кедергі болады? Бұл жерде мысалға айтады ғой, шаш ал десе бас алатын да адамдар бар. Енді ешкім жаңағыдай ОСДП, ЖСДП-ны үйтпе, бүйтпе деп ешкім айта қоймаған шығар. Бірақ енді бір-бірінен қорқатын да болады ондай. Қазірде де бар ондай. Сол уақытта сондай қиыншылық туатын. Маған филиал басшысы ретінде өткізетін орнын табу сол мәселе болатын. Үлкен мәселенің бірі. Ешкім аренда бермейді. Барлық мәселенің бәрі сода. Содан кейін адамдар шақыруымыз бар. Солмен қиыншылық туғызатын. Ол кезде журналистер де келмей қалады дейсіз. Журналистер де келмей қалады. Өйткені барлығы түсінікті енді. Дегенмен мына өзім енді осы саяси партияға келгенше енді жастар ұйымын басқардым. Одан кейін тәуелсіз бақылаушы республикалық жүйесін осы Ақтөбедегі өкілдігінде болдым. Бірталай сайлаулардан өттік. Осы ұйымға келген уақытта менің өзімнің ұстанымым нақты айту керек болды. Өйткені білесіздер, бұрынғы уақытта оппозиция өкілдері, яғни енді мындай тән болды да оларға, бір нәрсені байыбына бармай, бір нәрсені түсінбей, енді сыртынан айту. Мен ондай принцип ұстанған жоқпын. Осы филиал басшысына келдім. Әрбір беретін ұсыныстарым, әрбір беретін сұрақтарым барлығы да нақты ешқандай не болған жоқ. Ойдан құрастырылған, асыра сілтеушілік ешнәрсе болған жоқ. Соның арқасында менің жалпы жергілікті атқарушы органдармен қарым-қатынасым әріптестік деңгейде болды. Конструктивті байланыс бар. Конструктивті, біз оппозициялық партия болғанмен де біздің ешкім мен сұрағым дұрыс емес деп ешкім айтқан жоқ. Өйткені ол уақытта мен нақты сұрақтарды қойдым. Ол қоғамда бар сұрақтарды. Сынағанның өзінде де әр нәрсенің өз негізі болады деген сияқты. Сол негізді барлығы сынап отырдық. Сондықтан болар бұрынғы кездегі жергілікті атқарушы органдармен біздің байланысымыз осындай түсінікті деңгейде болды. Бұрынғы. Қазіргі сол уақыттарда мысалы басшылардың бірімен де мен ешқайсымен бет жыртысқан ешнәрсем жоқ, бірақ айтатынды айтып, не істеп отырдым. Ешқандай ешнәрсе болған жоқ. Ойлаймын енді өз жерде енді асыра сілтеушілік болса, яғни өз жерде мен мысалы филиал басшысы ретінде заңсыз іс-әрекеттерге барған болсам, яғни ол үшін мен жазамды да алатын едім негізінде. Әлеуметтік желіде Аманат партиясы филиалының жетекшісіне Ербол Данағұловқа бір үндеу ашық хат жаздың, бір кездері. Архимед Мұхамбетов болсын, Елеусін Сағындықтың кезінде болсын, сен бір по пунктам ұсыныстар айтып отырдың, мынандай минустар бар, осы назар аудару керек. Қаншалықты емес. Сен ұсыныстарың қаншалықты құлақ асты және қанша пункт ұсынасың, соның пайызға шыққанда қанша үлесі ескерілді сенің есебіңше? Анализик жасаған шығарсыңдар сол кезде. Енді бұны екіге топшылауға болады. Жалпы енді әлеуметтік желілер бойынша енді ортада жүрген, саяси партияда жүрген азамат болғаннан кейін әр нәрсеге өз пікірімізді білдіріп отырамыз, ұсынысымызды да айтып отырамыз. Бұл бір енді жалпы. Екінші, жалпы өзіміз айналысқан мәселелер болады. Яғни бізге арызданушылар келеді, қоғамдағы мәселелер болады. Солардың барлығына біз өзім араласып жүрдім. Солардың 90%-дан асы барлығы да орындалды. Бізде ең басты принцип, өзімдегі принцип, бұрынғы оппозициялық партия кезінде, мысалға 2000 жылдан бері қарай 2010 жылдары, 8, 7, сол уақыттарда 9 жылдары, сол уақыттарда бір әріптестер болды. Яғни арыз айтып келген адамды енді
сол атын атап несін істеп бізге келді деген сияқты сөйтіп айтатын. А мен олай айтпайтын. Өйткені олардың өзі қорқады. Яғни біздер кейбір азаматтар кейбір топтарға көмектескенмен де біздің көмектескеніміз көп жерде көп білінбей қалады. Өйткені біз айтпаймыз. Өйткені біздер үшін ең маңыздысы келген адамның мәселесі шешілу еді. Біз ол уақытта популизм қуған жоқпыз. Популизммен айналысқан жоқпыз. Ең бастысы мәселесі шешілсе, сен де жақсы, мен де жақсы түсіністікпен қалдық. Бір жағдайлар болды, ұмытып қалдым бір жылдары. Сол біреулер бір арызданып келді, бір кәсіпкерлер осындай үлкен бір жобаны істейін деп едік, үйтіп қойды деп. Менімен кездесіп, мені сұрап, сіз кімсіз, қаяқтансыз, сенімсіздікпен қарап, офисқа кел, сөйлесеміз, арыздарыңыз болса. Офисқа келмей сырттан сөйлесейік деп, сырттан кездесті. Офисте бір тыңдап отырған шығарып, жарар, жақсы, мен бардым, кездестім. Содан кейін мәселелерін айтқан. Сұрадым, дайынсыңдар ма осы мәселені айтуға? Ертең біз енді сол филиал кезінде аптасына 2 аптада бір баспасөз мәслихатын өткіземіз қордаланған мәселелер бойынша. Содан кейін сол жерде 4-5 мәселені айтатын болдық. Біреуі жаңа кісінікі болатын. Соны айттық, біз 2-3 күннен кейін келісесіңдер ме? Келісеміз, белгіледік, иә, келеміз. Содан кейін келмей қалды баспасөз мәслихатына өзіміз. Бізге өз арызданды, айтты, көмек беріңдер деп. Өздері келмей қалды. Кешкісін келіп, өздері жергілікті ақпарат құралдарының бірінен не беріп жатыр, сұхбат беріп жатыр. Біздер ешқандай саяси партияға ешқандай не сұраған жоқпыз, қолдау сұраған жоқпыз, білмедік деп. Өңдеуден өткен адамдар болып тұр. Иә, мысалға, таныс жағдай. Бірақ біз оған ренжіген жоқпыз, енді әркім өзінің несі. Бірақ енді бізге бір ауыз сөз, біз мәселем шешіліп жатыр деп айту керек. Бірақ айтпайды. Мына мысалға айтамыз ғой, халықтың көбісінің мәселе шешілгеннен кейін бар, қоғамдық ұйыммен көп санаспай кетеді ол деген көбісі. Қазір де солай ғой, көмек сұрап келеді, жағдай айтып, шылап, еңіреп, хат жаз, ат жөндейді, ашық айт, соңына дейін барасың ба деген кезде ойланып қалады. Бірдекілі ол, соңына дейін баратын адамдар. Көбісі бір қоңырау түссе болды, райынан қайтып, тыныш отырайық, үндемейік, жатып. Солай. Мазалайды, артынан жоқ болып кетеді, сосын жарайды енді, өзі біледі деп қоя қоясын. Жаңа Ақтөбеде өзіңнің әріптесің бар, экс-әріптесің болады шығар, ол да Талғат Төремұратов, танисың ғой? Естуім бар. Ауыл партиясы ма, халық партиясы, атын өзгертті. Сол бүгін бір пост шықты, партия төрағасы Ермұхамед Ерсібаевтың тұрмыстық зомбылыққа қатысты бір пікірі ұнамай қалды. Сол себепті мен филиалдан кетем деп, кәдімгі ашық мәлімдеме жасап, қызметіне кетіп жатыр. Мен онда партиялардың жұмысын қатты қадағалап отырмын деп айта алмаймын. Бірақ Талғат енді бір өңірде бір пысық жігіттердің бірі, әйтеуір мәселе көтереді, ақпарат құралдарына жеткізеді, журналистермен коммуникация жақсы, жан-жақты жігіт. Енді сол жігіт қызметтен кетті. Сенің де бір постында оқыдым осы. Жарты жыл бұрын ба екен, былтыр жылдың аяғында. Мен бұрынғы жұмысымен ештеңе байланыстырмайды деп бір жұмбақтап жазба қалдырғансың. Сен де кеттің қызметтен? Иә. Енді Талғат әріптесің кішкене ренжіспен кетті, позициямыз келіспеді деп кетті. Сен не үшін кеттің? Мен өткен жылы тамыз айында осы жалпыұлттық социал-демократиялық партиясындағы Ақтөбе облыстық филиалының төрағасын өз еркіммен бас тарттым. Енді осыған дейін айтпаған едім. Алғаш рет осыны тілші подкастта айтайын деп отырмын. Өкінішке орай 2022 жылы бір үлкен бір дертке тап болдым. Денсаулығыма байланысты. Алғаш рет айтайын деп отырмын. Осы әлеуметтік желі бойынша. Менің 2 бүйрегім жарақсыз болып қалды. 22 жылдан бері қазір гемодиализ дейді. Гемодиализдемін. Міне алдағы тамыз айында 2 жыл болады. Сондықтан мен бірінші топ мүгедегімін. Осы отырғанда. Бірінші топ мүгедегімін. 2022 жылы осы ауруға тап болдым. Бірақ бүкіл қызметті жасадым. Ауырғаныма қарамастан, яғни
екі сайлауды өткіздік. Президенттік сайлауға біздің үміткер қатысты партиядан, одан кейін парламенттік сайлауға үміткерлер қатысты. Екі сайлауды да абыроймен атқарып өттік. Яғни енді бұл дерт бірінші топ мүгедегі болғанымен, бірақ біздер жұмысқа жарамды тобымыз. Оны жұмысқа жарамсыздар да болады, жұмысқа жарамдылар да болады. Соған байланысты мен Астана қаласынан ем алуға тура келді. Одан кейін қаланы өзгерту керек болды. Соған байланысты мен былтыр август айында шешім қабылдап филиалды тапсырдым. Содан кейін 1-2 айдың ішінде өзім Астана қаласына көшіп кеттім. Содан қазір Астана қаласына тұрып жатырмын. Я партиядан кеттім. Мен республикалық ЖСДП партиясының халықаралық істер бойынша төрағаның орынбасары болдым, және филиал, Ақтөбе филиалының төрағасы болдым. Қазір ол жұмысты барлығынан қойдым, тастадым. Денсаулығыңа қатысты енді мен білмедім деп өтірік айтпайын. Жолдасың Гүлшат былтыр шет жағасын айтты, енді өзің айтпағаннан кейін мен сұрауға ыңғайсыздандым. Бірақ тиіп қашып естіп қаламыз. Осындай шамалы денсаулығы сыр беріп жүр деген сияқты. Шетелге шығып қаралып қайттың ау деймін, иә? Сондай бір естіген. Сол. Енді қазір қандай да бір ем-дом қабылдап жатсың ба? Білмеймін, жақын таныс болғаннан кейін сұрау керек шығар. Қандай көмек керек? Мүмкін қазір техника, медицина дамыған кезі ғой. Мүмкін қандай да бір жолдар бар шығар. Енді жалпы мына бүйректің жеткіліксіздігі дейді. 2016 жылы маған сондай диагноз қойған. Бүйректің жеткіліксіздігі деген. Яғни бүйрек толыққанды жұмыс жасамай тұр деп. 2016-дан 6 жыл бойы өзім күтініп ұстанып келгенмін. Дегенмен 2022 жылға дейін енді уже ұстай алмадым ары қарай. Сонымен жаңа гемодиализге түсіп қалдым. Ол мен үшін өте үлкен шок болды, үлкен стресс болды. Бұл не екенін білмедім бұрын. Дәрігерлердің қарауына түстім. Біздің дәрігерлер дөп еткізіп айта салады ғой. Сен почкаң жұмыс жасамайды, болдың деп бірден дөп еткізіп айта салды. Стресс болды, өте қиын болды. Бірталай ем алдым, алып та жүрмін деген сияқты. Бұрын кішкене дәрігерлер айтатын еді, жаңағыда енді емделудің реті болар деген сияқты. Өкінішке орай мен қаралған дәрігерлер дөп еткізді. Енді олар медицина жағынан оның шешімі трансплантация дейді. Яғни басқа адамның орган салу дейді. Сен оған келіспей отырсың. Шешімі сол деп отыр. Дегенмен ол трансплантация жасағаннан кейін де оның да өзінің ауыртпашылықтары бар, оның да өзінің тәуекелдері бар. Салдары бар, рисктері бар. Онымен де неше жыл жүресің, неше жылға жетеді, ол не бар. Кепіл жоқ деп тұрсың ғой. Кепіл жоқ, ешқандай кепіл жоқ. Енді ол жағынан сен өзің шешім қабылдайсың нақты. Әлі ойлану керек шығар, шешім қабылдайсың. Ешкім сен шешіміңсіз араласуға құқы жоқ шығар моральда. Жаны ашып енді кеңес бермесе, былай енді өзің шешім қабылдайсың. Қазір енді ол енді трансплантация мен ең соңғы бір шешім деймін. Әрі үмітім бар. Менің бүйрегім жасап кетеді деген әлі үмітім бар. Дегенмен қазір қарап жатқан жоқ. Біз неше түрлі ем-домдардың барлығын қабылдап жатырық. Неше түрлі әрекеттерді. Медициналық бар, яғни дәстүрлі бар, дәстүрлі емес деген сияқты бар. Фитотерапия дейді, барлығын қабылдап енді бүкіл амалдар қарап жатырмын енді. Алла қаласа енді жақсы болады деген ойдамыз. Оңалып кетуіне тілектеспіз. Біз бұл тақырыпқа әлі де ораламыз. Эфирден тыс енді кейде сөйлесеміз. Айналаның бәрі журналистер, достарым бәрі журналистер. Жалғыз Ақтөбе емес, бүкіл Қазақстанда үкіметтік емес ұйымдардың біраз армиясы өзің үзеңгілестерің жабылып көмекке дайын деп ойлаймын. Енді оны шешім өзің қабылдайсың. Енді қайтадан партияға қатысты шегінейік. Партиядан сен тек денсаулыққа бола кеттің ба, әлде басқа себептер болмай? Менің білуімше партия сені ренжітті. Сұрақты былай қояйыншы. Мен мемлекеттік қызмет етіп, біраз таныстарым бар, достарым бар.
бір таныс еместер де бар, биліктен кеткенде органы әкімдіктен болсын жаңағы басқармалардан кеткен кезде ешбірі көңілде кеткен жоқ, көңілі тоқ кеткен жоқ, бәрі өкпемен кетті. 20 жыл 10 жыл 30 жыл еңбегін сіңіреді, сосын бір күнде ит қылып лақтырып жібереді. Әкім болсын, әкімнің орынбасары болсын, бас маман болсын, бөлім басшысы болсын, басқарма басшысы болсын, көп адам 90% шамамен сондай бұл билік туралы сондай түсінік қалыптасады да, пайдаланып адамды бүкіл денсаулығын, ресурсын, миын, жаңағы жігерін, жастық шағы пайдаланып, соңында жемге келгенде лақтырып жібереді. Енді ол азаматтық қоғамда, соның ішінде сен айтқан партияларда бар деп ойламадым. Бірақ сенің партияңда, мен білуімше, сенімді дерек көздерден, сені де енді ренжіп қалма, көңіліңе келіп қалмасын, лақтырып тастады деп естідім. Қаншалықты шындыққа келеді, және сен өкпең бар ма партияға? Жалпы енді өкпем жоқ демеймін, бар деймін. Мен бұл партиядан кеткенде тек қана денсаулығыма байланысты Астана қаласына көшуіме деп айтқанмын. Яғни тек қана филиал төрағасы қызметінен кетем деп арыз жазғанмын. Мен Астанаға көштім, бардым, партия төрағасымен кездестім, сөйлестім. Мен Астанаға келіп жатырмын. Маған жалақы керек екендігін ашық айттым. Жалақы керек деп. Екеуміз кездестік. Жақсы деді, бірақ 1-2 ай демалып ал, қаржылық қолдау болады деді. Дегенмен ештеңе болмады. Ештеңе болмады. Я жұмыс та болмады, я қаржылық қолдау да болмады. Енді ол әңгіме ең бастысы ол қаржылық қолдауда емес, ең бастысы қолдауда, сөзбен қолдауда қажет еді, бірақ еш нәрсе болмады. Осы күттім, естедім. Енді маған ол қиын кезең болды. Астанаға енді барған уақытта жұмыстың да реті болған жоқ. Шынын айтқанда сондай кезеңдер болды. Ол былтыр болатын. Сонымен содан енді көп еш нәрсе білмеймін, жүрміз. Партияда жоқсың қазір. Сода жаңа байланыс үзілді. Одан кейін осы біршама уақыт бұрын полицоветтер болып жатыр, съездер болып жатыр. Содан мен сұраймын ғой, мен қайда, мен шақырмайсыңдар ма, қайдасыңдар? Мен полицоветтің президиум мүшесімін ғой деп. Жоқсың. Содан қарасам, мені алып тастаған екен. Ішінде жігіттер айтты, Мейрамбек ренжіме, сені шығарып тастадық деп. Негіздеме қандай? Негіздемен білмедім, енді ол денсаулығына байланысты, Ақтөбеден кеткенге байланысты. Оны білмедім енді. Өйткені жоқ, енді сен қаншама адамның мен оған шақырылған проблемаларын көтеріп қорғап жүргенде, өзің келген кезде неге сен жаңағы бүгіліп қалдың? Біріншіден ол бүгіліп қалғандық емес, мен жалпы кішкене сырқаттанып қалғаннан кейін барып, не істегеннен кейін барып, мына өмірдің көп мәнісін түсіндім. Саған маңызды заттар, басқа заттар маңызды болып кетті. Басқа заттар маңызды болды. Өйткені филиалда да мен бірнеше жыл филиал төрағасы болдым. Жасадым, филиал төрағасы болып, оны отыра беруді маған не емес. Әрине, отыра беру болатын еді. Мен отыра беріп, жалақылар көтерілді, мемлекеттік не бар, қолдау бар деген сияқты. Бюджеттен жүре беруге болатын еді. Бірақ мен өзім ары қарай жүре алмадым. Бір орында бірнеше жыл бойы отыра беру, ол мен дұрыс емес деп ойлаймын. Жасадым, партия қызметім жасадым. Ол партияға емес, әуелі бірінші халыққа. Ол еш үшін ондай нәрсе үшін мен еш уақытта өкінбеймін. Ол партия тек халыққа көмектесудің құралы ретінде. Мен қолдасам, мен халқыма, біздің азаматтарға қолдауымды тигіздім. Партия ол маған құрал болды. Яғни сол азаматтарға көмектесу құралы ретінде болды. Ол соны жолы деп ойлаймын. Ешқандай өкінбеймін. Енді сен қазір жаңағы маңғыстаулық Кирилл Осинмен азаматтық қоғамды біріктіру, күшейту жобасын жүргізесің. Басқа да жұмыстарың бар ма? Астанада қалай сен қазақша айтқанда күн көріп жатсың, қалай өмір сүріп жатсың? Астанада енді сол жобаларым бар. Одан кейін тағы да енді жолдасым жеке кәсіпкер, соның жұмыстарын көмектесем. Сонымен күнелтіп отқан түріміз бар. Отбасы, бала-шаға бәрі Астанада, мектепте барлығы да. Енді сен сыртқа кеткеннен кейін сырт көз Ақтөбені қарап отырасың, басқа масштабтан қарайсың, басқа ракурстан қарайсың. Ақтөбе облысына
не жетпейді, не істеу керек, бір ойлар бола ма? Енді жазбайды да шығарсыз қазір оны желіге, бірақ ұсыныс ретінде мүмкін жергілікті биліктің құлағына алтын сырға дейміз ғой. Мен ойлаймын, қазір жалпы еліміз бойынша бір мәселе болса, ананы үйту керек, мынаны бүйту керек, ананы алып тастау керек деген сияқты сондай нәрселер көп айтылады. Надо депутаттар шығады, надо пересмотреть деп бір заңдарды не істей береді. Мен ойымша барлығы жүйеге барлығы қойылған, бірақ оның орындаушылық бізге не жоқ. Орындаушылық тәртіп жоқ. Сосын мына көбінесе жергілікті атқарушы органдардың әкімдердің несін бағасын шығаруда көбінесе мына Астанадағы президент әкімшіліктері олар яғни халық тыныш отырса болды деген әлеуметтік желі тыныш болса критериймен бағалайды. Мен ойымша ол дұрыс емес. Әрине ол енді бір жағынан дұрыс, бірақ оның бір өзінің шегі болу керек. Өйткені көптеген мына ауылдық жердегі әкімдер бір мәселені бетін жауып қоя береді. Мысалы сол мәселе барды ма, сол мәселені жайлап айналса берсе, ол ушықпайды. Қазіргі мына ауылдық жердегі әкімдердің несі, мен отырғанда тыныш болса болды, менен кейін не болса ол болсын деген сияқты. Ол дұрыс емес. Сонымен қатар мына Ақтөбе облысына қатысты мына кейбір аудан әкімдеріне қатысты да айтқанмын. Мысалы кейбір аудандар әкімдері бірнеше жыл бойы аудан әкімі орынбасар болған, аудан әкімі болып пенсияға, яғни зейнет жасына жетем деп отыр сол жерде. Мысалы мен айтам, зейнет жасына жейін отыратын ол орынтақ емес, сатып алған орынтақ емес. Орында жастарға беру керек. Жастар жасау керек. Зейнетке жақындаған қандай да бір әкім сол жерден ол көгертем деп ойламайды. Енді ойлайды да шығар, бірақ оның несі ынтасы келмейді оған деген. Ол болды, оныкі тек тыныш, емін еркін, жайлы, яғни зейнетке шығып алсам болды деген сөз. Жастарды қойсаң, жастар олар мен болашағым алда әлі жұмыс жасаймын, жұмысымды көрсету керекпін деп ынталанады. Сондықтан облысқа байланысты мен бір-екі ауданға қатысты мен айтқаным бар. Осындай аудан әкімдері орындарын босату керек. Темір ауданы, Ойыл ауданы. Темір ауданы енді тағайындалған әкім, Ойыл ауданы сайланған әкім. Осы сайлауға түсердің алдында да айтқанмын. Бұл кісіге қажет емес. Мен онымен жеке басын білмеймін, жеке араздығымыз жоқ, танымаймын, жүзбе-жүз көрген де адам емеспін. Мысалға деймін да, Темір ауданымен де сол бір-бірін араласқан адам емессіз. Мен жалпы оның адамгершілік қасиеттері мүмкін жас адамда шығар. Бірақ мен жалпы әкім ретінде, жаңағыдай олардың аудан басқарғаны ол маған қажет те жоқ. Бірақ сол аудан тұрғындарына ол өз кемшілігін тигізеді. Ол ауданның дамуын тежейді деп ойлаймын. Мен ойымша сол екі әзірше енді екеу деп отырық, аудан әкімдеріне ол қазіргі таңда көшпен ілесе алмай жүрген шығар деп ойлаймын. Темір ауданына қатысты былтыр Асхат Шақаровпен біз облыстарда аудандарды араладық. Сол кезде Темір ауданында ол жерге халықты ешкім жинаған жоқ. Облыс әкімдік тарапынан халық келсін деген әңгіме болған жоқ. Бірақ кеңгияқта адам жиналып тұрды. Халық шықты көшеге, айқайлап жүр. Аманбаев кетсін, Аманбаев аудан әкімі сол жердегі кетсін деп естіртіп, әкімнің құлағына жеткізіп, бізде журналистер естіп жүрдік, оны ұйымдастырды ма, әлде халық өзі шықты ма білмедім. Бірақ сондай әңгімелер болды, кетсін деп. Ол халықтың талабы, меніңше әлеуметтік желіде де жергілікті әкімге қатысты көп наразылық айтылады. Енді оны облыс басшылығы назарға ала ма, алмай ма, енді өз шешім қабылдар. Жалпы ондай ойлар бар. Енді соңғы сұрақтарым, қазір енді сен бос отырған жоқсың, бір жоспарларың бар шығар. Енді денсаулықты айтып отқан кезде мен тарапынан бұл сұрақтан қайсы шығар. Дегенмен бір оптимистік жаңағы НПО-ларға қатысты, бизнеске қатысты шет жағасын айтып қалдың, бір кәсіпкермен жұмыс істеп жатырмын деп. Бір өзің жоспарларың бар ма, азды көпті? Жалпы мен қазір енді Астана қаласында да азды көпті жұмыстарды бастап жасап жатырмыз. Әлі енді ол ірі емес, жаңа басталып жатқан жобалар барлығы да біріншіден. Сонымен қатар Ақтөбеде де азды көпті жобаларымыз бар. Яғни өзінің
консультацияларым бар, онлайн бәрін жүргізіп жатырмын кейбір мәселелер бойынша. Жобаларым бар деген сияқты. Осы жерде біздің ұйымның мамандары бар деген сияқты бәрі жұмыстарын жүргізіп жатыр. Мен енді Ақтөбедегі жаңағы қоғамдық ұйымдармен жұмыстар бойынша, солай бойынша да жұмыстарымды жүргізе беремін. Астанада да жұмыстарым бар. Арда, иә? Арда, иә. Арда бірлестігі арқылы, иә. Сонымен енді осы екі бағыт бойынша жүре тұрамын. Өйткені әрине Астанаға барып бір 8 сағат жұмысқа кіріп алудың өзі де емес. Сен өмір бойы еркін жұмыста жүрдің ғой? Еркін жұмыста жүрдік. Ол 8 сағатқа кіргізгеннен кейін мен таңертең кешке қамап тастаса маған қиын болады. Өйткені қазір енді ұқсаспыз ол жағынан. Иә, өйткені енді семья, отбасы бар. Одан бөлек сен ішкі дүнияң еркіндікті қалайды. Иә, енді мен айтамын ғой, әйтеуір маған осындай бір не қойса, мақсат мүдде қойса, мен соны атқарамын. Мен 8 сағат ұстамаңдар мені деп. Кеше енді онымен қатар кішкентай балалар бар. Мен 4 бала, көп балалы отбасы. Әке. Көп балалы әке, иә. Олардың енді апаратыны бар, әкелетіні бар деген сияқты. Енді сондықтан ол жағынан да жолдасыма көмектесем. Енді 1-2 жыл бұрында бойда енді жолдасыма қиын болған жоқ. Бүкіл балдардың бәрін енді өзі көп күш түсті. Мен бармын. 4 бала болса мен 5-шісі болдым, былай қарағанда. Сондықтан енді қазір семьяны да көтеру керек, жұмыстар істеу керек. Соған осындай бір еркін форматты осындай жұмыстармен айналысамын деген ойдамын. Соңғы сұрақ дедім, тағы да бір сұрақ туындап отыр. Манағы Арданың жобасына қатысты. Дұрыс түсінсем, оған үкіметтік емес ұйымдар қатыса алады, журналистер қатыса алады, тағы не блогер, пабликтер, кімдер қатысады тағы да? Заңгерлер қатысады. Заңгерлер қатысады. Кез келген азаматтық қоғам өкілімен деген адам қатыса алады, иә? Қатыса алады. Бұл жоба аясында 3 офлайн тренингтен өту керек. Плюс онлайн тренингтер бар. Сосын жоба қорғап, шағын грант ұтып алып, соны жүзеге асыру керек. Осы жерде онда қоштасайық. Астанаға аман есен жет. Қыз жігіттерге сәлем айт, отбасыңа сәлем айт. Шипа болсын. Рахмет. Әлі талай жақсы кездесуге нәсіп етсін. Өзіңе де рахмет. Жалпы осылай үлкен-үлкен жобаларың көп болсын. Ал құрметті оқырман тыңдарман, бүгін бізде Мейрамбек Камалов қонақта болды. Бұрын ЖСДП партиясының Ақтөбедегі филиал басшысы болды. Қазір Арда бірлестігінің жетекшісі. Келесі эпизодтарда кездескенше сау болыңыздар.